Сәлем мен Сержан. Иә, бұл сұрақ жауап. Иә, бұл менің өмірімдегі бірінші сұрақ жауап. Алдыңғы аккаунтта сұрақ жауап болмаған негізі. Істеймін деп жүргем. Солай істеймін деп жүріп, аккаунт банға да кетті. Сосын істеп үлгермедім. Ал енді осы аккаунтта уақыт бар. Сұрақ жауапқа бірінші жазыпсыздар. Жақсын қаншада, атын кім қойды, қай қалада тұрасың дейді. Жасымды білмеймін, бір туысқаным қойды әйтеуір. Ұмытып қалып тұрмын. Ал қай қалада тұрасың десе, қалада тұрмаймын мен. Ауылда тұрамын. Ал міне екінші сұрақ. Қай қаладансың? Я жаңағы айтып кеткендей, ауылда тұрамын. Бірақ Атырау облысында тұрамын. Бысына қашан бастадың? Ол өлтек жазылып тұр, 2021-де бастадым. Жасым нешеде? 13-те. Жақында 14-ке толамын. Бысыда клубым бар ма дейді. Иә, бар. Ютубты қашан бастадың? 2023 жылы 9 сәуірде бастадым. Бірақ ол канал кетті банға. Бысы нолс ойнайсың ба дейді. Бұрында ойнадым, қазір удалить етіп тастадым. Ал үшінші адамның көп қойыпты. Ал бірінші сұрақ, үйдің қаншасысың? Екіншісімін. 1000 подписчик жинау оңай деп ойлайсың ба? Жоқ, оңай емес точно. Оны жинау тек оңай болар мықты ютуберлерге. Аптасында қанша видео саласың? 1. Brawl Stars қашан бастадың? 2021-де. Қанша YouTube канал болған? 2. Жоқ, қазір 3 дегенім. YouTube қашан бастадың? 2023-де. Саған 100 прайм құлы оңай ма? Оңай емес, тек уақыт керек. YouTube канал ник неге Сико? Сико деп мен өзім шығардым. Ютубта Сико қызы деген, Сико Қазақстан дегендер толып тұр. Сико деген адамдар. Бірақ мен олардан алған жоқпын, өзім шығарып алдым. Прайм, 3-ші прайм құлығы желание бар ма? Иә, бірақ желание жеткексіз ғой, жеткізу үшін. Қиын болып тұр да бір жаманы. Сен видеоны немен монтаждайсың? Мен осы 3 приложениемен монтаждаймын. Келесі сұрақ. Бысыда орындаған келетін арман қандай? Арманым енді 100 прайм және де 120 000 кубок болар енді. 200-ке кубок жинауға желание бар ма дейді. Негізі желание бар, бірақ оған дейін тастап кетпесем, уақыт бола ма екен еще оған? Оны еще қиын. Бәрін 2-ші прайм өтеру керек. 100% 2-ші прайм өтеру керек. Қиын болады ол енді. Тима таппасам еще ойнайтын адамдармен күнде. Вообще қиын. Келесі сұрақ, сенің арманың қандай дейді. Арманым ба? Сол 100 прайм ғой. Ютубты не мақсатта бастадың? Өзім білмеймін. Просто түсіріп Ютубқа қызығушылық бар ма дейді. Иә, әлі бар. Болашақта Ютуб түсіргім келеді ме? Иә, түсіргім келеді. Ал мына бірінші екі сұраққа жауап түптем білмеймін, не деп жауап берерім. Үшінші сұраққа көше берейік. Болашақта подписчиктеріңге тегін подарка бересің бе дейді. Иә, подарка болса беремін. Ал енді размері қанша дейді. Сол қандай подарка болады, соны беремін. Ал міне соңғы сұрақтарға да жеттік. Басынан кімнің арқасында ойнап жүрсің? Әлде өзім бастадым ба? Ағамның арқасында ойнап жүрген болар ма енді? Өзімді білмеймін 2021-де. Қалай бастағанымды. Бұсадан басқа қандай ойындар ойнайсың? Minecraft, Among Us, Hide Online, Block Strike, сосын 4 адамдық легенда ойын. Ал сұрақ жауап бітті. Ұнаса, қызық болса, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да сұрақ. Келесі сұрақ жауапқа, бірақ ол қашан болатынын білмеймін өзімде. Және де тіркеліп кетіңіздер арнаға, лайк басып кетіңіздер. Ал сау болыңыздар.